Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып ағаш отырғызамыз. Жаңа сөздер. Балалар, мынау не? Бұл лопата, яғни қазақша күрек. Не істейді? Что делает? Күрекпен не істейді? Қазады, копают. Ана не істейді? Не істейді? Отырғызады, сажает. Не істейді? Что делает? Не істейді? Су құяды. Не істейді? Что делает? Ұстайды, или по-другому можно сказать, ұстап тұрады, держат. Күрек қазады, отырғызады, су құяды, ұстайды, или же ұстап тұрады. Балалар, жаңа сөздерді сөздіктеріңе жазып қойыңдар және жаттап алыңдар. Жаттау учить. Енді осы сөздермен сөйлем құрайық. Сөйлем предложение құрайық, составим. Сөйлем құрайық. Күрек. Мынау күрек. Қазады. Әкем күрекпен қазады. Күрекпен. Немен? Чем? Балалар, обратите внимание на окончание пен. Чем копает? Лопатой, күрекпен. Отырғызады. Анам ағаш отырғызады. Мама сажает дерево. Су құяды. Не істейді? Что делает? Інім су құяды. Ағашқа, обратите внимание, что окончание «ка». Куда же он наливает? Направление, окончание направления. Інім ағашқа су құяды. Ұстайды, ұстап тұрады. Олар ағашты ұстап тұрады. Они держат что? Дерево. Нені? Ағашты. Вот такие вот предложения можно составить. Предложение. Сөйлем. Ребята, обратите внимание, что в составлении предложений, как вы заметили, все действия в казахском языке стоят в конце предложения. Қазады, отырғызады, су құяды, ұстап тұрады. Запомните. Тыңда, қайтала оқы. 119 бет. Біздің отбасымыз үлкен. Отбасы, семья, үлкен. Біз ағаш отырғызамыз. Біз ағаш отырғызамыз. Атамыз бен әкемізге көмектесеміз. Көмектесеміз, помогаем. Атам мен әкем күрекпен қазады. Күрекпен қазады. Інім мен қарындасым ағашты ұстап тұрады. Ағашты ұстап тұрады. Держат. Мен ағашқа су құямын. Мен ағашқа су құямын. Жақсы балалар, мәтін түсінікті ме? Онда мәтінді өздерің сами оқып шығыңдар. Оқыңдар. Прочитайте. Жазылым 120 бет, 3-ші тапсырма. Төмендегі сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіріп сөйлем құра. Сөйлем предложение, құра составь предложение.
сәйкестендіріп, соответствуя слова. Мысалы, менің отбасым үлкен, моя семья большая. Мен, если местоимение мен, то мы ищем сказуемое действие, глагол, с окончанием первого лица. Отырғызамын. Мен отырғызамын. Мен, я сажаю что? Ағашты, ағаш. Правильно. Мен ағаш отырғызамын. Інім. Мой младший брат. Почему мой? Потому что есть окончание м. Менім. Значит, он. Смотрим глагол в третьем лице. Ұстап тұрады или қазады. Қазады копает. Но брат младший не может копать. Значит, ұстап тұрады. Інім. Что он может ұстап тұруға? Ағашты. Совершенно верно. Інім ағашты ұстап тұрады. Әкем не істейді? Қазады. Әкем күрекпен қазады. Балалар, в следующий раз, когда вы будете составлять предложения, обращайте внимание на такие моменты. Местоимение или подлежащее должно всегда соответствовать сказуемому. Мен – первое лицо, окончание первого лица. Инда, давайте подробнее остановимся на этом. Запомни, 119-ші бет. Жіктік, жалғау, личное окончание. Бывает жекешетірі единственное число и көпшетірі множественное число. Мен ағашқа су құямын. Видите соответствие? Мен құямын. Сен ағашқа су құясың. Сен құясың. Ол ағашқа су құяды. Ол құяды. Множественное число көпшетірі. Біз құямыз. Сендер құясыңдар. Сыңдар. Обратите внимание, что окончание второго лица и к нему добавляется окончание множественного числа. Олар ағашқа су құяды. Олар су құяды. Окончание третьего лица во множественном числе и в единственном числе совершенно одинаковые. Жақсы балалар, бұл ережені есте сақтаймыз, запоминаем, және жазып аламыз, жазамыз, записываем. Келесі балалар, енді айтылым. Давайте теперь проработаем. Бірінші тапсырма 120-ші бет. Сен не істейсің? Деген сұраққа жауап бер. Жауап бер, ответь. Сұрақ, вопрос. Сұраққа жауап бер. Ответь на вопрос. Сен не істейсің? Что ты будешь делать? Сен, ты, істейсің, будешь делать. Соответственно, мы отвечаем. Мен ағашқа су құямын. Мен құямын. Ағаш. Да? Слово твердое. Окончание қа. Неге, қайда, кімге? Дательный направительный падеж. Значит, направление. Куда? На дерево. Да? Келесі. Мынау не балалар? Дұрыс. Бұл гүл. Бұл гүл. Мен су құямын. Мен қайда су құямын? Мен гүлге су құямын. Мен ағашқа, гүлге су құямын. Запомните, ребята, дательно-направительный падеж, мы с вами его проходили. Екінші тапсырма. Ол не істейді? Он что делает? Он, ол, третье лицо. Соответственно, окончание д. Ол ағаш, гүл отырғызады. Он сажает дерево и он сажает цветы. Балалар, ауызша тапсырма. Просклонять эти слова
во всех лицах, первом, втором и третьем. И попробуйте просклонять еще во множественном числе. Жақсы балалар, келесі үй тапсырмасы. Домашнее задание, үй тапсырмасы. Ауызша, устно. Мәтінді оқимыз. Оқы, читай. Жазылым дәптерге сөйлемдерді дұрыс жазамыз. Правильно записываем предложение в тетради. Және балалар, сөздерді жаттаймыз. Учим слова. Жақсы балалар, сабақ түсінікті болса, сау болыңдар.